Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің видеомыз itest.kz сайтындағы математика пәні бойынша тест орындап көреміз. Яғни міне 2021 жылдың тест сұрақтары деген бірнеше нұсқалары бар екен. Соның бірінші нұсқасынан бастап көрелік. Бірінші сұрағымыз көрсеткіштік теңсіздік екен. Мына жаққа жазып отырайын. Да, 5-тен 3-тің x квадрат дәрежесі дейді. Жазып қояйық. 5-тен 3-тің x квадрат дәрежесі. Да, кіші 25-тен 9 дегенді енді екі жақтың негізін бірдей қылуым керек қой. 25 деген ол 5-тің квадраты, 9 деген 3-тің квадраты, соны жазып кетейін. 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9-ды береді ғой. Яғни ештеңе өзгеріп тұрған жоқпын. Сыртына тағы жақша алып қояйын. Сыртында дәреже x қосылған 1,5 дәрежесі бар екен. Енді мына оң жақтағы дәрежені ықшамда жіберейік. 5-тен 3-тің қандай дәрежесі болады? Дәрежені дәрежелеген кезде жетінші класстағы дәреже қасиеті бойынша көбейтілетін ғой. Яғни 2x плюс 3 болатын еді. Көрсеткіш дәреженің негізгі қасиеті бойынша еске түсірейік. 11 кластың тақырыбы. Негіздері бірдей, негіздері түсіп қалады. Сонда дәрежелермен ғана жұмыс жасаймыз. X квадрат, ал мына жағында 2x қосу 3. Осылай болатын еді. Сосын тағы бір қасиетін түсіріп тастадық қой. 5-тен 3 деген негізін түсіріп тастадық, иә. Сол санымыз егер 0 мен 1-дің арасында болатын болса, қалай болатын еді? 0 мен 1-дің арасында болатын болса, теңсіздік таңбасы ауысатын еді. Яғни бұлай қарай ауысады, қарама-қарсы жақ таңбаға. Ал негізінде тұрған сандар 1-ден үлкен сандар болса, жалпы мына жерде теріс сан тұруға болмайтынын білеміз ғой. Сол 0 мен 1-дің арасында болса, таңбаны ауыстырамыз. Ал 1-ден үлкен сандар болса, 5, 9, 10 деген сияқты сандар тұратын болса, таңба сол күйі қалатын еді. Енді квадрат теңсіздік екенін көрініп тұрған шығар. Бір жағына жинайық. X квадрат минус 2x минус 3 үлкен 0-ден. Бет бойынша қара жіберейік. Қандай екі санды алуға болады? Көбейтілсе минус 3 болатын, қосындысы 2 болатын. 3 пен 1, так, плюс 2 болу үшін минус 1-де 3 болады ғой. Көбейтсек минус 3, қоссақ 2 болып тұр. Яғни теңсіздіктің жауабын табу үшін координатын осыға түсіремін. Минус 1. Екеуінде нүктесі ашық болады ғой. Өйткені бізде қатаң теңсіздік болып тұр. Так, мына жерге қарайық. Минус 1 мен 3-тен бөлек бір сан алып көрейік, любой бір кез келген сан. Мысалы 0-ді алайын. 0 деген сан минус 1 мен 3-тің арасында орналасқан. Сол теңсіздігімізді қойып көрейік. Мына жерге 0 қойсам 0 болып кетеді. Мына жерге 0 қойсам 0 болып кетеді. Сонда минус 3 қалады. Сонда минус болады екен. Қалған екі жағы плюс. Немесе x квадраттың таңбасының алдына байланысты ондайда таңба ажыратуға болады. Мына x квадраттың таңбасы ең үлкен дәреже бар ғой. Соның таңбасы плюс болатын болса, коэффициенті таңбасы плюс болатын болса, мына шетінен бастап плюс, минус, плюс деп қоямыз. Минус болатын болса, минус, плюс, минус. Яғни алма кезек болу керек қой. Жақсы, бізге не керек? Плюстер керек қой, минустер керек қой. Бізде 0-ден үлкен дейді. Яғни 0 кішкентай болып тұр бізде. Мынау өрнегіміз 0-ден үлкен болып тұр. Яғни оң мәндер керек. Қай жерге плюс қойдық, сол аралықтарды жазамыз. Яғни минус шексіздіктен минус 1-ге шейін, екеуде жай жақша. Бірігу дейміз да, 3-тен плюс шексіздікке шейін дейміз. Яғни бұл бізде қандай жауап? А жауап екен. Немесе тағы не? Жалпы мынандай шығарылмайтын болсақ, теңсіздік орнына қойып та шығарып көруге болады бұл жерде. X-тердің орнына мәнін беріп көріп, сосын жайлап отырып, шегеріп отырасыздар. Мысалы, ондай вариантты да қарастырып көргем. Мысалы, мынандай алып шығара алмаймын, мысалға. Нұсқа бойынша жауаптарын қалай табуға болады. Егер есептің варианттарына қарап шығасыздар ғой. Мысалы, А вариант. Сен пока білмейміз ғой, мысалы, А вариант дұрыс екен, мысалы, шығара алмай тұрып.
мына жауабына қарайсыз, минус x пен минус 1, осыны 3 пен плюс x деп тұр, иә. Мысалы, осы аралықтан бір любой бір сан таңдап аласыз ғой. Мысалы, минус x-тен минус 1-ге шейінгі бір сан ба, немесе 3-тен бастап плюс x-ке шейін ба деген сияқты бір сан таңдап алу керек. Мысалы, 3-тен бастап плюс x-ке шейін бір любой бір сан айтайықшы кез келген. Мысалы, 3-те жай жақша тұрып көріп отырсыздар, 3 кірмейді, яғни 4-ті ала салайын, иә. X-тердің орнына 4-ті қойып тексеріп көрейік. 5-тен 3-тің x-тің орнына 4 қоятын, 4-тің квадратына жер 16. Мына жағы 5-тен 3-тен жазып қоя берейін. Сыртында квадраты бар, соны 25-тен 9 деп жазса да болады, негізі бәрі. 2x плюс 3 деп қоя берейін жер. X-тің орнына айтпақшы не қойып жатыр? 4 қойып жатыр ғой. 4 2 мына жер 8 сонда. Сонда не болды? 5-тен 3-тің неяғы 16 дәрежесі. Ал неяқ 5-тен 3-тің 8-ге 3 қоссақ 11 дәрежесі. Енді осылай шықты ғой, міне. Енді салыстырасыз, теңсіздікті салыстыру дұрыс па? Дұрыс қой, 5-тен 3-тің 16 дәрежесі 5-тен 3-тің 11 дәрежесінен кіші емес пе? Мына енді дәрежесі үлкен болуы шатысып болуы мүмкін. Мысалға, былай ғой. 2-нің 3 дәрежесі үлкен бе, әлде 2-нің 5 дәрежесі үлкен бе? Әрине 2-нің 5 дәрежесі үлкен, е? Ал егер бөлшек болатын болса, 2-ден 1-дің 3 дәрежесі үлкен бе, әлде 2-ден 1-дің 5 дәрежесі үлкен бе деген кезде, таңба міне қарай ауысып кетеді уже. Кері сан болғасын. Көрулеріңізге болады. Мысалы, 2-ден 1-дің 3 дәрежесі ол 8-ден 1, ал 2-ден 1-дің 5 дәрежесі ол 32-ден 1. Енді 1-ді 8-ге бөлген кусок үлкен бола ма, 1-ді 32-ге бөлген кусок үлкен бола ма? Байқап отырсыздар ғой. Яғни айтқым келіп тұрғаным, мына жерде 4 деген санды қойып көрдік қой, біз x-тің орнына 4-ті қойдық, иә. Сол кезде теңсіздіктің шешімі дұрыс болып тұр. Енді мысалға v жауабына қарайық. V жауабының шешімінде 4 деген жауап бар ма? Мысалы, минус x-тен 1-ге шейінгі аралықта 4 жоқ, 25 пен плюс x-тің арасы 4 жоқ. Яғни v жауабы болмайды. V-ны сызып тастаймын. Так, минус x-тік пен минус 3-ге шейінгі аралықта 4 деген сан жоқ, 5 пен плюс x-тің арасында деген 4 деген сан жоқ. С жауабында сызып тастаймыз. Онда минус x-тік пен минус 2-нің арасында 4 деген сан жоқ, 9 пен плюс x-тің арасында 4 деген сан жоқ. D жауабында сызып тастайсыздар. Мына аралықтар минус x-тік пен минус 5-тің арасында 4 деген сан жоқ. 4-тен плюс x-ке шейін дегенде 4-ке жай жақша қойып тұр, көріп отырсыздар ғой. 4 деген сан жоқ бұяқта. Аралыққа кіргізбеген 4 жауап, 4 деген санды. Ал негізі 4 деген санды қойған кезде міне көздеріңіз жетіп тұр ғой, теңсіздіктің шешімі шығып тұрғанына. Яғни жалғыз А жауап. Бір ғана санды тексеріп көру арқылы мен жауабын тауып алдым, мысалы бірінші есептің. Енді әр жағдай әртүрлі болады енді. Кейбір 2 сан, 3 сан қойғаннан кейін барып шығуларыңыз мүмкін. Енді мен 1 сан қойып тауып алдым енді. Жақсы, екінші сұраққа көштік. Өрнектің мәнін табыңыз дейді. Енді бұнда есеп шығарған кезде, жалпы келісетін шығарсыздар, тестте міндетті түрде бір тригонометрияға есеп болады. Ол тригонометрияның есепті көбісі градустарына байланысты да есеп болуы мүмкін. Сол себепті өздеріңіз тестке кірместен бұрын парақтарыңызға, черновиктеріңізге алдын ала мынандай кесте құрып қоюларыңыз болады. Мысалға, градустың кейбірі жаттай алмайды. Мысалға, 30 градустағы мәнін не тағы да 60 градустағы мән деген сияқты. Сондықтан міне толтыру жолын жаттап алсаңыздар, өздеріңіз тек әрбір градустағы мән жаттаудың қажеті жоқ. Мысалы айтайын қазір. Көрсете қойын. Мынандай жүйемен жүретін болсаңыздар, мысалы бірінші 0 градус, сосын 30 градус, сосын 45 градус, 60 градус, сосын 90 градус. Осы бірінші шерек жарайды бізге. Қалған бәрін бүкіл градустардың мәндері осындай, тек плюс минустерінде ғана разницасы бар. Мысалға, синустың мәндерін толтыратын кезде мынандай бір ережені сақтап алыңыздаршы. Тестте отырсыз, синустың жолағына бәріне бұлай бөлшек салып шығасыздар. Жақсы ма? Бұлай бөлшек салып шығасыздар. Сосын бәрінің бөліміне 2 жазасыздар. Бәрінің бөліміне 2. Бәрінің бөліміне 2 саласыздар. Қиын емес қой. Бөлшек салып қойдым. Бөлшектің сызығын бәрінің бөлімдеріне 2 деп жазып шықтым. Сосын алымына рет-ретімен 0, 1,
2, 3, 4 деп қоясыз рет-ретімен. Сосын тек қана алымын ғана төрге алыңыз. Тек қана алым бөлім емес, тек алымын. Міне, осылай тек алымдарыңа төрге алып шығасыздар. Міне болды, синустың мәні дайын. Тек есептеп жіберіңіздер. 0-дің түбірі 0 ғой. 0-ді 2-ге бөлем, 0-ді санға бөлген кезде 0 кетеді. Мынаның бәрі 0 кетті сонда. Синус 0 градустан 0 екен сонда. 1-дің түбірі 1 емес пе? Мынаның түбірі дегенде осы салмаса да болады. Просто 2-ден 1 сонда. Синус 30 градуста 2-ден 1 екен. Түбірасты 2-ден мағынасы жоқ, солай тұра береді. Түбірасты 2 бөлінген 2 болып қала береді. 60 градуста да солай. Түбірасты 3-тен ештеңе шықпайды. Түбірасты 3 бөлінген 2 болып тұра береді солай. Түбірасты 4-тен 2 шығады ғой. 2-ні 2-ге бөлеміз, сонда 1 болады. Сонда синус 90 градуста 1 екен. Міне болды. Синусты осылай есептеп аласыз, әрі қарай былай кетеді. Мынаны енді ауыстырасыз. Мына синус 90 градус 1 деген бар ғой. Мына жаққа келіп, мына жерге түседі міне. Көрдіңіздер ме? Зеркаліне ауысады ғой. Синустың мәндерінің бәрі зеркаліне ауыстырасыздар. Бірі мына жаққа түсті ме, түбірасты 3 бөлінген 2 мына жерге келеді. Түбірасты 3 бөлінген 2 мына жерге. Мына жерде тұрған түбірасты 3 бөлінген мына жерге барды. Түбірасты 2 бөлінген 2 дәл ортасында тұрғандықтан, дәл ортасында қалай береді. Мына 2-ден 1 мына жаққа көшеді. Мына 0 мына жаққа көшеді. Енді тангенс котангенс толтырған кезде, мысалға тангенс не екенін білеміз ғой. Тангенс деген ол тангенс альфа деген ол мысалға синус альфаны косинус альфаға бөлу деген сөз емес пе? Мысалы, сізге тангенс 0 градустағы мәні керек пе? Синус пен косинустың 0 градустағы мәндер бар ғой, 0 мен 1, соны бір-біріне бөліп жібересіздер. Синусты косинуске бөлу керек. Сонда 0 шығады, 0-ді 1-ге бөлгенде. Мына 2-ден 1-ді түбірасты 3 бөлінген 2-ге бөліп жібересіздер. 1 бөлінген түбірасты 3 шығады мысалға. Немесе кейбір кітаптарда, формулаларда түбірасты 3 бөлінген 3 деп атады. Иррационалдықтан құтылған мәні ғой. Бәрібір қайсысын алсаңыздар да. Сосын мына 2 бір дей 45 градустағы мәндер көрсін. 1 десемді 1-біріне бөлгенде 1 шығады. Түбірасты 3 бөлінген 2-ні 2-ден 1 бөлген кезде жаңа керісінше болды мына жер 30 градуста. 2-ден 1 түбірасты 3 бөлінген 2-ге бөледік. Мына жақта керісінше түбірасты 3 бөлінген 2-ден 1-ге бөлген кезде жай ғана түбірасты 3 болады. Ал мына жерде 1 бөлу 0 дейді. Санды 0-ге бөлуге болмайды, сондықтан анықталмағандық болады. Не, осылай тек синус пен тангенс ғана есептеп аласыздар, көрдіңіздер ме? Енді котангенс жазатын кезде тағы да жаңа синус пен косинус қалай жаздық? Косинусты қалай жазғанымызда мына анықталмағандық зеркальный болып мына жаққа түседі. Түбірасты 3 мына жерге келеді. 1 ортасында қалай береді? Мына түбірасты 3 бөлінген 3 мына жерге келеді. 0 мына жаққа түседі сонда. Болды, міне тригонометриялық кесте дайын. Осы міне қайта-қайта істей берсеңіздер, тез-тездік 30 секундта осылай жазып алып, кез келген есепке кірісіп кете бересіздер да. Енді осы есебімізге мынаны қолданып көрейік енді. Мына арк синус, арк косинус дегендер бар емес пе? Олар кестені керісінше қарау ғой. Мысалы, арк синус түбірасты 2 бөлінген 2 дейді міне. Синустың бойынан түбірасты 2 бөлінген 2-ні тауып аласыздар. Синустың бойынан міне түбірасты 2 бөлінген 2 міне. Қандай градуста? 45 градус екен. 45 градус. Соны жазып қоямын. Минус 45 градус. Енді негізі мына жерде радианмен жазу керек. 30 градус деген ол пи бөлінген 6, 45 градус деген ол пи бөлінген 4, пи бөлінген 3, пи бөлінген 2. Пи деген 180 градус қой. 183-ке бөлсе 60 шығады, 182-ге бөлсе 90 шығады, 184-ке бөлсе 45 шығады, 186-ға бөлсе 30 шығады деген сияқты. Так, сонымен түбірасты 2 бөлінген 2 не болды синуста? 45 градус немесе пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 4. Да, айтпақшы нелері жауаптары міне радианмен жазған, пи бөлінгенмен жазған көріп отырсыздар ма? Сондықтан да мен радиан бойынша жазатым да, пи бөлінген 4 пен 45 градус деп жазса да қате болмайды негізі, бірақ кейін соңынан барып радианға айналдырамын десеңіздер. Басына кете берсін осылай. Так, келесі арк косинус минус түбірасты 3 бөлінген 2 дейді. Так, енді мынандай ереже бар. Кері тригонометрияда егер арк синустың ішінде минус бір сан тұратын болса, мысалы минус түбірасты 3 бөлінген 2 деген сияқты тұр ғой. Және арк синустың ішінде минус болған жоқ, плюспен тұр көріп отырсыздар ғой. Минуспен болса осылай жақша алып қоясыздар. Егер сол арк синустың ішінде минус саны бар тұратын болса, ол минусты арк синустың алдына шығаруға болады. Минус арк синус деп. Минус арк синус а деп ше. Мысалы бірінші несінде
минус алдында тұр көріп отырсыздар ма? Соны ішіне кіргізіп, міне арк синус минус тура 2 бөлінген 2 деп жазуға болады. Түсінесіздер ғой? Мына минус ішіне де сыртына да шығарып қоюға болады арк синуста. Ал енді арк косинусты сәл ерекшелеу. Егер арк косинустың ішінде минустан тұратын болса, ол минусты алдына шығаруларыңыз келсе, онда пи азайтылған деп жазу керек міндетті түрде. Пи азайтылған, сосын арк косинус дейсіз. Болды. Егер мына минус арк косинустың ішіндегі минусты сыртына шығарғыларыңыз келсе, пи азайтылған деп жазуды ұмытпау керек. Басыма. Так, арк тангенс деген, ол арк тангенс минус а. Ол не сияқты жаңа? Арк синус сияқты, просто алдына шыға қояды. Арк тангенс а болып. Арк катангенс, ол косинус сияқты. Арк катангенс а. Егер арк катангенсінің ішіне минус келіп жатса, ода да пи азайтылған деп шығару керек алдына. Осыны ұмытпайсыздар. Есеп шығарған кезде осыны ескеру керек. Яғни мен мына жағдайымда қандай болып тұр? Мен қазір қалай жазамын бұны? Плюс 3-ті жазып қоямын да, жақшаның ішіне жазып қойын. Пи азайтылған деймін да. Пи азайтылған деймін. Енді аны уже минусы жоқ деп ойлаңыздар. Мен пи азайтылғаннан кейін уже мына минус кетіп қалды. Енді косинустың ішінен төбірасы 3 бөлінген 2-ні табуылайық. Косинус ішінен төбірасы 3 бөлінген 2, міне 30 градус екен, пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6 деп жазамын сонда. Осы жерді түсінікті ме ал? Міне 3-ті жазып қойдым. Сосын мына арк косинусты міне бір минусты алдына шығару үшін пи азайтылған деп жазып тұрмын. Пи азайтылған деп жаздым міне. Сосын уже мына минус жоқ деп ойлаңыздар. Арк косинус төбірасы 3 бөлінген 2-дегі несі градусы керек маған. Немесе радианы. Косинустың бойынан төбірасы 3 бөлінген 2-ні таптым міне. Ол 30 градус екен. Радианмен пи бөлінген 6 екен. Соны жазып қойдым міне. Әрі қарай кеттік ал. Минус 2-ден 1-ге келдік міне. Минус 2-ден 1. Осы минус арк тангенс төбірасы 3 бөлінген 3 дейді. Арк тангенсі, тангенстің бойынан төбірасы 3 бөлінген 3 деген мынау міне. Тағы да сол 30 градус немесе пи бөлінген 6. Минус пи бөлінген 6. Болды, тек осылардың бәрін есептей қоямыз. Так, не болады? Мына жақшаны ашып алайын бірінші. Минус пи бөлінген 4 плюс 3пи минус мына 3-ті пи бөлінген 6-ға көбейтеді, сонда 3 пен 6 қысқарады. Мына 3-ті пиге көбейттім, 3 пи болды. Енді 3-ті пи бөлінген 6-ға көбейтем, сонда 3 пен 6 қысқарады, мына жерде 2 қалады. Минус пи бөлінген 2 минус 2-ден 1 минус пи бөлінген 6. Так, енді не істейміз? Мен бәрін ортақ бөлімге келтіретін шығармыз енді. Бәріне 12 қылдық қойын. Мынаған 2 берем, мынаған 6 берем, мынаған да 6 берем, мынаған 12-нің бәрін берем, мынаған 3 береміз. Онда ортақ бөлім 12 екенін ұмытпайық. 3пи минус 3пи плюс 12-ні 3-ге көбейтем, 36пи минус 6пи. Мына жерде минус 6, бұл жалғыз ғана саны осы, қалған бәрі пи мен жазылған. Минус 2пи сөзіне, мынадан шықты 2пи. Так, алымын ықшамда жіберейік. Пилердің бәрін біріктірейік. 36-тан 3 аламын, 33пи. 33пиден 6пи азайтамын, 27пи. 27пиден 2пи азайтылады. Сонда 25пи минус 6 бөлінген 12 болды. Так, бізде жауап қалай жазылған? Жауаптарында екіден бір деген не ыңғайсыз болып кетті ғой. Так, мұнда біз жауабы 25пи бөлінген 12 минус 2-ден 1 болды. Мұндай жауап көре алмай тұрмын. Сізде мынандай жауап шығу керек. Мұны есептен қате кеткен сияқты да. Мұны
2'ден 1-де қасында бірдеңе болу керек сияқты. Арк синус па, арк косинус па, білмеймін, бірдеңе болу керек. Мына 2'ден 1-дің қасында. Өйткені бәрінің жауаптарында радианмен жазылған да. Радианмен жазылған. Мына 2'ден 1 қасында, мына 2'ден 1-дің өзі жалғыз қалып қою керек бұл жерде. Мына арк синус, арк косинус шыққан мәндерін бәрі бір-бірімен қосып азайтылып, 2'ден 1 бөлек қалып қою керек. Менде де сондай болып тұр міне. 2'ден 1 сол күйі тұр, өзгермей. Ал жауаптарында ол жоқ. Значит, бір жерде қате кеттік деген, мына жерде түспей алған жазу. Қалай болады екен ол? Осы жерде өзіміз болжап көргенде, мынау егер арк синус 2'ден 1 болса, арк синус 2'ден 1. Либо 30 градус, либо 60 градус қой мынау енді. Синус болса 30 градус болады, косинус болса, арк косинус болса 60 градус болады. Так, сонда 25 пи бөлінген 12. Егер 30 градус болса, пи бөлінген 6 көрейік. 2'ден берем ғой. Так, сонда 23 пи бөлінген 12 деген. Ондай жоқ. Онда 30 градус тексеріп көрейік. 25 пи бөлінген 12 минус пи бөлінген 3. Маған 4-тен береме. 21 пи бөлінген 12. Так, 3-ке қысқарған кезде мынау 4 болып қалады. Мынау 7 пи бөлінген 4. 7 пи бөлінген 4 деген а жауабы екен. Сонда қазір екінші сұрақты қарауды ұмытпайық. Түсінікті ғой, мына жер 2'ден 1-де алдына сан түспей алған бір. Жазу түспей алған. Арк синус па, арк косинус па бірдеңе түспей алған. Жақсы, келесі. Үшінші сұрақ. Так, тік параллелепипед дейді. Табан қабырғалар 2, түбірасты 2 және 5 дейді. Салып қояғым. Және олар өзері 45 градус жасайды дейді. Значит, табаны параллелограмм болып тұр ғой. Табаны параллелограмм болып тұр. Мына жерге салып қояйық. Жүр қалың болып кетті. Тік параллелепипед салып қояйық. Біріктір жіберейік. Тік параллелепипедте осыны айтамыз міне. Сонда мына табаны бар ғой, мына жер. Табанында мына мысалға 5 сантиметрда, мына жер 2 түбірасты 2. Осыны айтып отыр. Соның арасындағы бұрыш дейді. Мынау 2 түбірасты 2 болса, параллелограммда қарама-қарсы қабырғалар тең емес пе? 45 градус деп мына жер айтып тұр сонда. 45 градус деп осыны айтып тұр. Так, жақсы, ары қарай оқиық. Параллелепипедтің кіші диагоналы дейді. 2 түбірасты 13. Енді мынау бұлай болса ұзын диагонал болады. Мынаны айтып тұр ғой. Кіші диагонал деп. Мынау бізде 2 түбірасты 13 екені. Параллелепипедтің диагоналы ғой. Параллелограмм деп тұрған жоқ, параллелепипедтің. Осы диагоналдың табан жазықтығымен жасайтын бұрышын табу керек. Мысалға, мына жақтан қосымша түзу жүргізсем, сол мына жердегі бұрыш табу керек қой ма? Альфа деп қойын. Так, оған шығу үшін не істейміз енді? Осындай сұрақ. Енді бұл жерде идея мынандай болып тұр. Мына жер енді 2 түбірасты 2 ғой. Мына 3 бұрышты қарайықшы, мына бірінші, мына 3 бұрыш. Не салып қойын? Мына жер 2 түбірасты 2. Мына жер 5, мына жер жаңа 45 градус. Қандай теорема еске түседі? Осы жерде косинустар теоремасын еске алуға болады. Яғни, мына екі жақ қабырғалар. Мысалы, мынаны с деп қойсам, с квадрат тең дейміз да. 2 түбірасты 2 мен 5-тің квадраттарын жазамыз. 2 түбірасты 2 квадраты 8 ғой. Плюс 5-тің квадраты 25 минус 2 еселенген 2 түбірасты 2 көбейту 5. Сосын
косинус 45 градус көбейту. Косинус 45 градусы төрасты 2 бөлінген 2 еді. Есепте жіберейік осы жерде. Мына 2 мен мына 2-ні қысқартып жіберейін. Өйткені мына жерде бәрі көбейту ғой. Мына азайту. Көбейту жақтарын қысқартып жатырмын. Так, сонда c квадрат тең 25-ке 8-ді қосып жіберейік сразу. 33 минус. Так, мына төрасты 2 мен мына төрасты 2 көбейтіледі да, жай ғана 2 болып қалады. Ол 2-ні мына 2-ге көбейтейік 4 болады. 4-ті 5-ге көбейтейік 20 болады. Мұнда 33-тен 20 аламыз. c квадрат жай ғана 13 болады. c-ның өзі түбірасты 13 екен. Біз мына жер, мына түбірасты 13 деп мына жерде айтып тұрық қой. Параллелограммның диагоналы түбірасты 13. Так, енді мына үшбұрыш бар ғой міне. Басқа цветпен көрсетіп қойыңызшы. Міне. Мына үшбұрышты қарастырайықшы. Былай. Былай. Міне. Осы үшбұрышты қарастырайық. Тік бұрышты үшбұрыш екен көрініп тұрған шығар. Тік параллелепипед деп айтылды ғой. Онда міне. Мына жер түбірасты 13 болып тұр. Тапқанымыз диагоналы. Кіші диагонал 2 түбірасты 13 болып тұр. Бізге мына бұрышты тап деп тұр. Мұна бізде тік бұрышты 3 бұрыш болғасын, қандай мұнай бір катеті бар және бір гипотенузасы бар. Қандай қатынас құрастыруға болады? Яғни міне іргелес жатқан катет қой, қарсы жатқан катет болса синус болар еді. Значит, косинус. Косинус альфа түбірасты 13-тің 2 түбірасты 13-ге қатынасы, яғни іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасын алып тұрмын. Түбірасты 13 мен түбірасты 13 қысқарады да 2-ден 1 болып қалады. Ал косинус қандай градуста 2-ден 1? Мына алдыңғы есептерде кестені сыздық қой. Дәл сол кестені көріңіздер, тағы да міне керек болып жатыр уже. Яғни альфа бізде 60 градус болса 2-ден 1-ге тең болады екен. Яғни жауабы С болады. Келесі есепке өтейік. Суретте қандай теңдеулер жүйесінің шешімі график тәсілімен көрсетілгенін табыңыз дейді. Яғни міне 2 график беріліп тұр ғой бізде. Міне біреу түзу сызық, біреу міне көрсеткіш функция ғой. 2 функция береміз, соның тең функциясын жазуымыз керек. Так, бірінші түзу сызықтан бастайық. Негізі жауаптарын қолдансақ та болатын сияқты. Мысалға түзуден тексеріп көрейік. X азайтылған y ол минус 5-ке тең дейді. X-тен бір жауабын алып, y-тен бір жауабын алып, азайтқан кезде минус 5 шыға ма тексеріп көруге болады, мысалға. Так, мысалға мына жерде мына нүктенің координатасы қалай болып тұр? Яқа жазып отырайыншы. Так, мына нүктенің координатасы түзу бойынша минус 5-те 0 емес пе? Бірінші x жазам ғой. Минус 5-те 0. Тағы жер. Түзудің бойына любой жерден бір точкалай беруге болады бәрібір. Мына жерде айтуға болады, 0 мен 5 деп. 0 мен 5 деп. Тағы жер. Мына екі графиктің қиылысқан жерін алуға болады, міне. Минус 1-де 4 деп мысалға. Минус 1-де 4 деген сияқты. Енді мысалы осы үшеуін алдық жарары. Жауаптарына қарайық, міне. Мына екінші тұрғандардың барлығы сол түзу сызықтың функциясы деп берілген жауаптар, дұрыс па? Соны тексеріп көрейік А жауабынан бастап. Мына x-тің орнына, мына бірінші тұрғанда білесіз, сол x-тің мәндері, екінші тұрғанның бәрі y-тің мәндері. Сол x-тен y-ті азайтқан кезде минус 5 шығу керек. Минус 5 минус 0. Минус 5 шығады ғой. 0 азайту 5. Минус 5 шығады. Минус 1-ден минус 4 минус 5. Мынау яғни мынандай жауап болса келеді екен. X минус y тең минус 5 деген. Ол бізде мына жерде бар, және E жауабында бар, көріп отырсыздар ғой. Қазір сонда значит жауап А либо Е. Көрдіңіздер ме? Яғни В, С, Д-ны уже қараудың қажеті жоқ. А мен Е-ні тексеріп көресіздер. Енді А мен Е-нің разницасы тек мына бірінші несінде ғана, көрсеткіш функциясында ғана 4-тің x дәрежесі, андағында 4-тің минус x дәрежесі. Енді негізі мынау график негізі міне
былай қарап тұр да, міне. Екінші шеректен бірінші шерекке қарай өтіп тұр. Негізі, міне мысалға 4-дің x дәрежесін көрейік мысалға деймін да. Немесе орнына қойып көрейікші, мысалы 4-дің x дәрежесін тексеріп көрейік бірінші, сол оңайырақ минусқа қарағанда. X-дің орнына 1 қойсаңыздар, 4-дің 1 дәрежесі неше болады? 4 болу керек. 4-дің міне 1 дәрежесі 4 болу керек. График мына жерде өту керек міне. Ал ол жерден өтпеген. Көріп отырсыз, 4-дің 1-де x-дің орнына 1 қойып едім, 4 шығып тұр. Ал 4 деген жерде вообще график өтпеген. Значит, 4-дің x дәрежесі деген дұрыс емес. Яғни минус x дәрежесі болады екен мынау. А жауабы болады. Яғни x-дің орнына 1 қойып көріңізші мысалға. 4-дің минус 1 дәрежесі. Мынау неше болады? 4-дің минус 1 дәрежесі. Яғни мен минус 1 қойған кезде, міне x-дің орнына минус 1 қоясыз ғой. Сол өзінің алдында минус бар, сонымен плюс болып кетеді да 4-дің 1 дәрежесі болады. 4-дің 1 дәрежесі 4 міне. 0 қойсаңыз да болады мына жерге. 0 болса 4-дің 0 дәрежесі қанша болады? 1 болады. Міне келіп тұр мына. 2 нүкте қойып көрдім, екеуіне де график өткен екен, көріп отырсыздар ма? Яғни А жауабы дұрыс екен бұл жерде. Осылай жауаптарын қойып тексеріп шығуға болады осындай есептерді. Так, теңсіздіктер жүйесін шеш дейді. Так, бұған кімде қандай ой бар ал? Біріншісі көрсеткіш теңсіздік. Тағы да сол жауабын қоя салуға да болады, по идее. Мына 1 деген санды қалай болады? Мына 9-ға ұқсатып. 9-ның қандай дәрежесі 1 болады? 0 дәрежесі болады, иә? 9-ның 0 дәрежесі 1 болмай ма? Мына екі жақта да 9 көріп отырсыздар ма? Мына ең бірінші есебін шығарып өттік қой, 5-тен 3 деп. Сол сияқты мынау. 9-дар түсіп қалады. Мында x квадрат минус 4x. Мына жақта 0 қалады. Міне түсіріп тастаған сандарымды қараңыздаршы. 9 дегенді түсіріп тастадым ғой. Ол 1-ден үлкен. Яғни таңба ауыспайды, сол күйі қалады. Мына айттым ғой, 0 мен 1-дің арасында сан болса, яғни бөлшек сан болса, ол кезде таңба керісінше жаққа, яғни таңба ауысады, қарама-қарсы таңба ол. Ал бұл жерде ауыспайды, өйткені 1-ден үлкен сан 9 деген. Так, 9 квадрат теңсіздік шешу керек. X-тер жақсын сыртына шығарып жіберейін. Сонда x тең 0, x тең 4. 2 түбір шықты, сол 0 мен 4 аламын да. Нүктесін қою қылып белгілейміз, е? Кішкене қатаң емес теңсіздік қой. Астына теңдігі бар мынандай. Кішкене немесе теңдігі. Сосын баға айтқандай міне, бағана енді бір сан қойып белгілеп таңбасын қойдым ғой. Бұл жерде былай істейік. Міне, x квадрат минус 4x деген жазуда ең үлкен дәреже x квадрат, е? X квадрат. Ал x квадраттың алдында коэффициент тұр ғой мына жерде. 1 деген сан бар коэффициент. Соны таңбасы қандай? Плюс сан. Яғни мына жерге плюс қоямын. Әрі қарай минус, плюс қоямын. Егер x квадраттың алдында минус 2, минус 7 деген сияқты бір сандар тұратын болса, онда мына бірінші аралық минуспен басталады. Минус, плюс, минус болып кетеді. Жақсы ма? Осылай таңба жаратылғаннан кейін міне бізге кіші аралық керек. Кіші немесе тең дейді. Яғни минус бар жерде ал дейді саған. 0 мен 4-тің арасын аламыз. 0 мен 4-тің арасы. Міне, 0 мен 4-тің арасы. Бұл бізде бірінші теңсіздік бойынша. Енді екінші теңсіздік шығарып көрейік. 3x үлкен 6-дан дейді. Екі жағын 3-ке бөліп жіберейік. Мына жағы x қалады, мына жағы 2 болады. X үлкен 2-ден дейді. Мынау жауабы бірінші теңсіздік айтады. 0 мен 4-тің арасын ғана ал дейді. Ал мынау айтады 2-ден үлкен сан болса ала бер дейді. Мына екеуін біріктірсек, сызып көрсетейін. Бірінші теңсіздік не деп айтты бізге? 0 мен 4-тің арасын ғана ал деп айтты бізге. Міне, мына сызықты қайтадан сызып тұрмын. Екінші теңсіздік шығарып тұрып, 0 мен 4-тің арасында 2 бар, мысалы мына жерде. 2-ден бастап үлкен болса ала бер дейді міне. Сонда міне бүйтіп турайтын болсақ, сонда боялған жерді қараңыздаршы. Асты да үсті де боялған, кесінден қарайық. Мысалы, мына аралықта басқа цветтен көрсетейік қазір. Мысалы, мына аралықтың қараудың қажеті жоқ. Мына үсті де штрихталмаған, асты да штрихталмаған. Көріп тұрсыздар ғой. Мына жер жауап бола алмайды. Мына аралықта қарайтын болсаңыздар, бұл жерде үсті штрихталғанмен, асты штрихталмаған. Бұл жерінде қараудың қажеті жоқ. Міне, мына аралықта міне. Вот мына аралық әдемі аралық міне. Үсті де, асты да штрихталған. Келесі аралықтарыңыздар үсті штрихталмаған, асты штрихталған. Яғни бізге екі жерді штрихталған жер керек қой. Асты да, үсті де. Сонда жауап 2-ден 4-ге шейін екен.
яғни 2-де міне жай жақша болу керек, 4-те тік жақша болу керек. Міне жақта жауаптарына қос теңестікпен жазған. Мұны жауаблай отыру керек қой. 2-ден 4-ке шейін. Мұны жақтікі бұлай, мұны жақтікі бұлай тұру керек, тік жақша жақтікі. Ол бізде в жауап екен. 6-шы сұраққа көштік. Келесі сұрағымыз, мынандай функция берілген. x0 0,5 дейді, 0 үстелесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз дейді. Жалпы мына есепте шығарған кезде көз алдыңызда мынандай визуализация болсын. Мысалы, график тұрады, бір мына x-тің 4 дәрежесі минус 2x квадрат бар ғой, соның график сызылып тұр деп ойлаңыздар. Енді мысалы парабола болады ғой, мысалы. Былай салайын, былай. Сосын x тең 0,5 деген мына жерде ғой, мысалға 0,5. Сол міне графикіне көтерілем, графикке тигенше ше, міне. Мысалы мына жерде ба? Осы жерде міне мысалы бір жанама жүргізу керек. Жанама деген мына берілген функция бар емес, соны тек бір-ақ рет қана тиетіндей, бір нүктесінде ғана тиіп өту керек. Міне мысалы. Осы түзудің бізге несін жазып тұр ғой, теңдеуін жазып тұр. Мына түзу бар емес, соны теңдеуін жазып тұр. Осы түсінікті ме? Мына берілген функцияның міне график тұр деп ойлаңыздар. Енді дәл мынандай болуы мүмкін емес, басқаша да болуы мүмкін. Осының график тұр деп ойлаңыздар. Сосын 0,5-ке тиген жер бар ғой. Сол жерде мысалы график жанама жүргізу керек. Сол жанаманың бізге теңдеуін жазып тұр осы мына. Яғни мынаның теңдеуін сұрап тұр. Жақсы ма? Жақсы, енді оның өзінің бір ережелері бар. Енді графикті просто көз алдарыңызда не істеп жатқандарыңызды түсіну үшін жасап қойып жатқаным. Так, бізде функция берілген функция қандай? X-тің 4 дәрежесі минус 2x квадрат. Не берілген функция. Ал жалпы жанаманың теңдеуін жазу үшін y тең f от x 0 плюс f штрих x 0 x азайтылған x 0. Мұнау бізде жанаманың теңдеуі. Так, бұл жерде түсіндірген дағы. Мұна f от x 0 деген бар ма? Мына жерде жаңа жазу. Ол есептің кәдімгі берілгені. Так, бізде есептің берілгені үшін x 0-ге тең, 0,5-ке тең. Мына f от x деген ол есептің берілгені ғой. Соның x-тердің орнына x 0-дің мәнін қойып шық деген сөз. Яғни міне x-тің орнына 0,5-ті қой деген сөз. Түсінікті ме? Мына x деген жазулар бар ғой. Соның орнына x 0-ді қой деп тұр ма? Жанаманың теңдеуіне. Ал x 0 бізде 0,5. Қойып шайға. 0,5-тің 4 дәрежесі, мына x-тердің орнына қойып жатырмын. Минус 2 еселенген 0,5-тің квадраты. 0,5-тің 2-ден 1 ғой енді. 2-ден 1-дің 4 дәрежесі 16-тан 1. Минус 2 көбейтілген 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1. 4-пен 2 қысқаратын 2 қалады. 8-ден берейік, сонда минус 16-дан 7 ме? 1-ден 8 алғанда. Так, сонда мына жерге міне минус 16-дан 7-ні қоямыз. Мынаның мәнін тауып қойдық міне. Енді f от штрих деген бар мына жер. Штрих деген ол бізде туынды қоя. 10-шы класстың тақырыбы бойынша. Туындысын табу керек. Туындысын табамыз да x-тің орнына x0-дің мәнін қоямыз. Так, туынды табайық. f от штрих x деп қойын. x-тің 4 дәрежесінің туындысы қалай болады еді? 4 алдына түсетін еді. 4x болады. Сосын дәрежедегі 4-тен бір сан азайтамыз. 4x куб болып қалады. Минус 2x квадратын туындысы. Дәрежедегі 2 алдына түседі. Алдына 2 деген сан бар екен. Сонымен көбейтіледі, 4 болады. 4x болады. Сосын дәрежеден бір сан азайтамыз. 2 деген дәреже ғой. Содан бір сан алсақ 1 болып қалады. 1 жазып да болады. Міне, туындысы осы екен, Осы туындыда x-тер бар ғой, соның орнына x0-ді қой дейді міне. f от x0 деп тұрған себебі сол міне. f от штрих x0. Енді 0,5 қой мен. Сразу 0,5 деп жаза берейін. Так, сонда мынаның орнына туындыға қойып жатырмын. 4 көбейтілген x куб дейді. 0,5-тің кубы минус 4 көбейтілген 0,5. 0,5 деген жаңа 2-ден 1 қайтып айтқандай. 4 көбейтілген 2-ден 1-дің 3 дәрежесі 8-ден 1. 4 көбейтілген 2-ден 1.
Так, қысқартып жіберейік. Номиннан қысқарамыз. 2 болып қалады. Номиннан қысқартамыз. Мына жер 2 болады. Мына 2-ден 1-ден 2 алу керек болады. Я, 2-ден 1-ден 2 алу керек. Минус 1,5 да. Сонда мына жерге минус 1,5 деп қойсам. Осы мына x 0 деп тұрған мына жерге, соған 0,5 қоям. Мұны жазып алайық, не болады сонда? Y тең мына жер минус 16-тан 7 болды. Минус, мына f от x 0 минус 1,5 болды. 3 бөлінген 2 деп жазып қойын, жауаптардың көбісі 3 бөлінген 2 деп бөлшек қойып қойыпты. Сосын жақшаның ішінде мына x-те 0 жоқ көреді, соға x 0 дегеніміз жай ғана x. Бұл постоянно сол x болып жазылып тұрады. Минус x 0-ның орнына 0,5 қоямын. 2-ден 1 деп жазуға болады еді, жақсы. 2-ден 1 деп жазып жіберейінші. Бәрін бөлшек қылып отырмын онда. Так, 2-ден 1. Енді жақшаны ашып жіберейін. Минус 16-тан 7. Минус 2-ден 3 x-ке көйтем. Минус 2-ден 3x плюс минус 2-ден 3-ті минус 2-ден 1-ге көйтіп атым. 4-тен 3 плюс 4-тен 3 болады. Так, сонда мына 2 санды біріктіру керек. Минус 16-тан 7-тен 4-тен 3 екеуін қосу керек. 4 берейін ортақ бөлім. Сонда y тең минус 2-ден 3x плюс 16-дан неше болады? 12-ден 7 алсақ 5 па? Міне осындай жауап керек міне. Жанамаң теңдеуі осы екен міне. Көп болса x-тен бастап жазады да бірінші міне. Так, 16-дан 5. Мына жауап қой, бұл жауабы ма, дұрыс па? Бұл жауабы. Келесі көрейік. Онда 8 жауабы бар екені көріп отырсыздар. Так, оқи беріңіздер ал. Төмендегі жауаптардың ішінен y синус 2020 косинус 2018x. Так, мына жазып қою керек ал. Y синус 2020x дейді. Так, косинус 2018x дейді. Мен жазып алайын. Так, міне осы функцияның мәндер облысын тауып деп тұрға. Мәндер облысына тиісті болатындарын табыңыз. Жауаптардың ішінен мәндер облысына кіретін аралықтарды белгілеп шығуымыз керек. Мынау тригонометрияның тағы бір формуласы ғой. Синус косинустер араласып отыр көріп отырсыздар ғой. Бұл синустың формуласы. Ал косинустікінде косинус деп басталатын еді ғой. Так. Синустікінде арасы минус болса, значит минустік қоямын. Синус 2020x азайтылған 2018x деген формуласы ғой. Плюс 2019 жазып қояйық. Міне, мына жазудың барлығы мына жерге шейін. Мына формуланы беріп тұрмын. Синус альфа минус бетта деген формула ғой. Альфаның орнында 2020x тұр, беттаның орнында 2018x тұр ғой. Онда бар болғаны y тең қазір 2020-дан 2018 алып тастайық. Синус 2x болып қалады, плюс 2019. Не? Ықшамдаған кезде осындай бір функция шықты. Енді осының мәндер облысын табу керек. Так, мәндер облысын қалай болады? Жалпы синустың графигін еске түсіріп жүрейік. Синустың графигінде мынандай болатын еді ғой, осылай, осындай тоқым болатын еді. Енді негізі 0 градусында 0-ме өту керек енді. Ладно. Жалпы тек просто мәнін қосып едім. Жалпы мына мәндер облысы деп y осы бойынша айтады. Ең жоғарғысы 1, ең төменгісі минус 1 да, міне. 1 мен минус 1-дің арасында болады. Соны көрсеткім келіп тұр да. График осындай тоқым болатын естеріңізде ғой. 0-ден 0 болатыны, 90 градусы 1 болады деген сияқты. Так. Енді соны былай шығарамын. Осыны қалай қолданамын деп тұрмын. Былай қолданғым келіп тұр да бұны мен. Мына синус 2x-тің
мәндер облыста сол -1 мен 1-дің арасында болады. Синус x пен синус 2x-тің айырмашылығы тек x осі бойынша ғана созылады функция. Ал мәні өзгермейді. Мәндер облысы бойынша -1 мен 1-дің арасында орналасады. Енді маған синус 2x плюс 2019 деген жазу бар маған. Яғни ортасына синус 2x-ке 2019 деген санды қосам. Сонда ортасына 2019 қосам, екі жағында да қосам керек қой. -1-ге де 2019 қосуым керек. Мына оң жағында 1-ге де 2019 қосуым керек. Сонда мына жағы 2018 болады. Ортасында сол синус 2x плюс 2019 тұрады. Ал мына жағында 2020 болады. Сонда мына функцияның мәндер облысы 2018-ден бастап 2018-дің өзін қоса алғанда 2020-ға шейін 2020-ның да өзін қоса алу керек. Жауаптар соны белгілей ал. 2018 кіреді, 2020 кіреді аралыққа. 24, 21 дегендер кірмейді, 17 кірмейді, 16 кірмейді, 22 кірмейді. 19 дегендер жоқ екен, 2019 деген. Осы екі жауап значит. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі екінші сұрақ. Бұл жерде катер ауылдан шығады екен да, өзеннің ағысымен жайлап 4 сағаттың ішінде 200 км жерге барады екен. Сөйтіп қалаға жетеді. Ауылдан шығады, қалаға барады. Так, ауылдан шықты. Яғни ағыспен жайлап барады да, міне қалаға жетеді. Так, уақыт бізде 4 сағат кетті. Жолымыз қанша болды? 200 км болды. Жылдамдығын айта аламыз ба? Жылдамдығын табу үшін S-ті т-ға бөлеміз ғой. 200-ді 4-ке бөлеміз. Сонда 50 км сағат жылдамдық қойын барған. Енді бұл жылдамдықтың ішінде ағыстың да жылдамдығы бар да, сол проблема. Түсінесіздер ме? Ішінде ағыстың жылдамдығы да, яғни өзі ағыспен жүріп келатыр катер. Катердің өзінің де жылдамдығы бар. Еще ағыста итеріп келатыр оны. Екі жылдамдық қосылып кеткен ғой. Сол екеуін қосқанда 50 болды. Яғни міне V катердің жылдамдығы плюс V ағыстың жылдамдығы 50 деген сөз ғой. Түсінесіздер ме? Енді мына жерде айтады, катердің тынық судағы жылдамдығы мен мына жерде айтылған ғой, екінші сөйлемде. Катердің жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығының айырмашылығы 9 есе артық дейді. Яғни 9 V-ға тең. Катердің жылдамдығы ағыстың жылдамдығы 9 есе артық дейді. Осылай жазуға болады ғой. Катердің орнына 9 еселенген ағыстың жылдамдығы деп қойдым міне. Сөйтіп айтылған ғой екінші сөйлемде. Сонда қосыламын. Қосқанда так, сонда ағыстың жылдамдығы бізде не болып қалады екен? 5 км сағат болып қалады екен ғой. Сонда катердікі қанша? 45 деген сөз ғой. Қосқанда 50 шығу керек қой. Қиын емес қой. Так, сонда бізге айтады, катердің тынық судағы жылдамдығы мен өзен ағысының жылдамдығын тап дейді. Онда бөліп қойыппыз. 5. Біреу 45, біреу 5. Так, келесі 9-шы сұрақ. Міне бағана екінші септе кесте сызып қойдыңыздар, мысалы черновикке тесттің ішіне отырған кезде. Сол мына жерде тек сразу сіздерге тек пайдасын бере қояды. Яғни көп уақыт жоғалтпайсыздар, тек сразу арк синус 4 бөлінген 2 ол кестеден қарап отырсыз, пи бөлінген 4 45 градус екен ғой дей қоясыздар міне. Пи бөлінген 4 немесе 45 градус. Көп уақытта жоғалтпайсыз, аттап кетесіз. Сондықтан тестке кірердің алдында тригонометриялық кестені градусқа байланысты бірден сызып қойған жақсырақ болады. Келесі сеп. Так, бізде мынандай функция берілген. E-нің 2020 x дәрежесі дейді. Осының туындысын тап дейді. Жалпы E-нің x дәрежесінің туындысы кітапшалардан қарасаңыздар, E-нің x дәрежесі шығады деп айтылған. Сол негізі қалай шығады десеңіздер, бірінші мына жалпы E-нің кез келген дәрежесі өзі шығады, біріншіден. Сосын көбейту дейсіздер де дәрежеден туынды табасыздар. Ал бұл жерде дәрежесі x болғасын, x-ің туындысы 1 ғой. Неге көбейтеді де E-нің x дәрежесін шығатын себебі сол.
Ал біз егер e-нің 2020x дәрежесі болатын болса, оның туындысын тапқан кезде e-нің 2020x дәрежесі деп жазасыздар. Көбейту дейсіздер де, еще 2020x'тен туынды табасыздар. Ол бізде 2020 болады ғой. Онда жауабы 2020, коэффициент бірінші жазылған дұрыс. 2022x дәрежесі. Так, ол бізде ма? Осы жауап қой. Не бар болған осы. Так, есептеңіз дейді. Бес логарифм. Мынандай формула бар еді ғой. Бірінші жазып алайын қазір. Жалпы 7-ші класстың ережесін еске түсіретін болсақ, a-ның k плюс l дәрежелерінде қосылып тұрса қалай жазылады? a-ның k дәрежесі көбейтілген a-ның l дәрежесі деп жазылатын еді ғой. Мынада сол да міне. 5 тұр негізінде, сосын дәрежесінің бәрі дәрежесінде қосылып тұр. Соны жазып қойын сонда. 5-тің логарифм 5 негізді 9 көбейтілген 5-тің 2 еселенген логарифм 5 негізді 3-тен 2 деп тұр сонда. Осы жер түсінікті ғой да? Теңдеп қойын, анадан шыққаны. Енді логарифмді қасиеттерін жақсы білсеңіздер, мынандай формуласы бар логарифмде. a-ның логарифм a негізді v деп тұратын болса дәрежесінде. Мына логарифм негізі мен дәреженің негіздері бір-біріне ұқсаса, олар бір-біріне қысқарады, жауабы v шығады. Онда мына жерімізде міне дәреженің негізі де 5, логарифмнің негізі де 5 болып тұр. Мына бір-бірімен кетіп қалады да, жойылып. Мына 9 қалады. Мына жерден 9 шықты сонда. Көбейту. Мына жерде сондай деп айтуларыңыз мүмкін. Бірақ логарифмнің алдында 2 деген сан кедергі келтіріп тұр. Сол 2-ден құтылып алсаңыздар, дәл мынандай қылып істеп жіберуге болады. Ал 2-ні қайқа жібереміз? Мынаның дәрежесі қылып жібереміз. 3-тен 2-нің дәрежесі болып барады мына жерге 2. Сонда 5 пен 5 міне жойылып кетеді да, 3-тен 2-нің квадраты болып кетеді сонда. Тоғы. Сонда 9 көбейтілген квадраттасақ 9-дан 4, 9 мен 9 қысқарады, сонда 4 шығады жауабы. Так, келесі тағы да көрсеткіштік. Бұл жер теңдеу екен, теңсіздік емес. Мағадан бері теңсіздік шығарып едігі. 7 қосылған 2x. 25-ті 5-тің квадраты қылып жазып жібере ма? 25-ті 5-тің квадраты қылып жатыр. Дұрыс қой? 5-тің квадраты 25, сыртында 2x дәрежесі бар. Яғни бұл жердегі идея екі жақтың негіздерін бірдей қылу. 5-5 қылғым келіп тұр да. 7 минус 2x дәрежесі, ал мына жағында 5-тің 4x дәрежесі болады. Дәрежелеріңізде көбейтіледі ғой. 5-тер екі жақтан түсіп қалады. 7 минус 2x тең 4x. Яғни бұл жақта теңсіздік сияқты түсірген сандарыңыз қарамайсыздар. 0 мен 1-дің арасында 1-ден үлкен сан деп қараудың қажеті жоқ. Таңба ауысады дейтінде бұл жерде таңба жоқ, көріп отырсыздар ғой. Тең болады тұрғасын. Бөлшек сан болсын, әйтеуір бірдей болса түсіріп тастай бересіздер. Бұл теңдеу. Ал теңсіздікте мана 0 мен 1-дің арасында болса таңбасын ауыстыратын едік. X-терді бір жаққа жинаған кезде 7 тең 6x болып кетті. X тең 7 бөлінген 6 деген жауап керек. Ал бізде ондай жауап жоқ. Біз неге минусты жібердік? Мына жер плюс екен ғой. Плюс. Онда мына жақтан бұл 2x болып қалады. Онда 7 бөлінген 2 3,5 болады сонда. Бәсе 3,5. Так, векторлар бізге 2AV деген вектор керек. Және 3CD деген вектор керек. Біріншіні AV векторын жазу үшін A нүктесін қараңыздар, V нүктесін қараңыздар. Егер сіздердің оқылуларыңызда A бірінші айтылып, V екінші айтылып тұрса, мына векторда айтылу реті де өте маңызды. Айтылу реті де маңызды. Мысалы, AV деген вектор мен VA деген векторның айырмашылығы бар деуілеріңіз мүмкін.
айырмашылық, координаталарында айырмашылық бар. Ұзындықтары бірдей болуы мүмкін, бірақ именно координатасында айырмашылық болады. Яғни екінші айтылғаннан бірінші айтылғанды азайту керек. Не, В деген екінші айтылып тұр ғой, А деген бірінші айтылып тұр. Екінші айтылғаннан бірінші айтылғанды азайтамыз. Яғни міне В-ның координаталарынан А-ның координаталарын азайтуым керек. Мына 2 деген санды көріп тұр ғой, осыдан азайтамын мына -3-ті. 2 азайту -3 қанша болады? Так, 5 болады, иә. -1-ден мына екіншісінен мынаның екіншісін азайтамын ғой. -1, -2. -3 болады. Так, мынаның -3 мен мынаның -1-ін азайту керек. -3 -1 плюс өкеті, -3 плюс 1 оқылады сонда. Сонда ол -2 болады. Осы таңбадан қате жібермеу керек бұл жерде. АВ менде дайын. АВ вектор дайын. Бізде жай ғана АВ емес, бізге 2 АВ керек. Яғни бәрін 2-ге көбейтіп жіберсеңіздер де болады. Мына бәрін 2 еселеп ше. Сонда 10 -6 -4 деп бәрін 2-ге көбейтіп жібердім сразу. Так, плюс деп. Енді СД векторын жазайық. СД векторы. Міне D деген екінші айтылды, С деген бірінші айтылды. Яғни D-дан С-ны азайтуым керек. Міне -1-ден азайтамын 1-ді. Ол бізде -2 болады. 2-ден азайтамын -4-ті. 6 болады, е. Так, -2, -3, -5 болады. Бұл бізде СД вектор. Ал бізге 3 СД керек. Яғни бәрін 3-ге көбейтіп шығамын ғой. Жеңсемеген, так. -6, 18 және 15, -15. Енді мынаның қосты осы екі векторлар бір-біріне қосу керек. Мынаның біріншісімен, мынаның біріншісін, мынаның екіншісімен, мынаның екіншісін, мынаның үшіншісімен, мынаның үшіншісін қосуым керек. Да, сонда общий итогі жауабы 4 -6-ға қосасың 18, 12, -4, -15, -19. Осындай жауап керек. Еще бұның ұзындығын табу керек екен, ұзындығын тап десе, осыны аламыз да түбір ашамыз. Әр қайсысын квадраттап шығуымыз керек. 4-тің квадраты 16 плюс 12-дің квадраты 144 плюс 19-гі 361 ғой. Осының бәрін қосамыз. Так, мынаның бәрін қосқанда сонда так, қанша болды? 1 мен аяқталу керек қой. 521 ғой. 521 сонда жауабы. Так, түсінікті ғой, С жауабы болады сонда. Егер осы шығарылған есептер бойынша сұрақтар болса, комментарийге жазып көрсетесіздер ғой. Так, есепті қарай бер. Так, тауық бір уыс бидайды дейді 1 сағатта, кептер 2 сағатта деймі, шымшық 3 сағатта жеп бітіреді. Олар үшеуі бірігіп, осы бидайды неше сағатта жеп бітіреді дейді. Бұл 6-шы кластың тақырыбы, яғни бірлескен жұмыс қой. Тауық 1 сағат дейді, яғни 1-ден 1 деп жазайық. Плюс кептер 2 сағат дейді, яғни 2-ден 1 деп жазамыз. Шымшық 3 сағат дейді, яғни 3-ден 1 деп жазамыз. Үшеуін қоса қоямыз, болды. Қанша болады сонда так. Мынаған 2-ден берем, мынаған 3-ден берем, мынаған 6-дан берем ғой. Сонда 6-дан 9, 11. 6-дан 11. Енді керісінше айналдырып жіберем. Енді бағана көріп отырсыздар ғой. 2 сағатты мен 2-ден 1 деп жаздым, 3 сағатты 3-ден 1 деп жаздым. Енді қайттан уақытқа айналдыру үшін мынау 11-ден 6 болады. 11-ден 6 сағатта бітіреді сонда. Үшеуі біріксе дегенде осы үшеуін қоса қоясыздар. Кері бөлшекке айналдырып. Теңсіктер жүйесін шеш дейді. Так, 7-ден 1 x квадрат минус 9. Мына жақта 7-ден 1-дің 0 дәрежесі деп жазамын, иә. Так, сонда екі жақтан 7-ден 1-лер түсіп қалады.
x квадрат минус 9, ал мына жағы 0 болады. Көріп отырсыздар ғой, 7-тен 1 деп тұр. Ол 0 мен 1-дің арасында тұрған сан. Яғни таңба былай қарай ауысады. Бұл есепке байланысты бірнешеуі шығардық уже, байқап отырсаңыздар. Осыдан таңбадан қатеге жіберіп қойсаңыздар, уже бәрі кетті дей беріңіздер. Көріп отырсыздар ғой. Так, сонда x минус 3, x плюс 3 деген формула ғой. Немесе теңдеу болып та шығаруға болады бәрі. Жалпы x тең 3, x тең минус 3 деген 2 түбір шығады. Соны аласыздар да. Так, бұл жер нүктесі боялады. Қатаң емес теңсіздік екен. X квадраттың алды міне плюс сан, яғни бірінші аралық плюс, минус, плюс. Бізге керек үлкен дейтін нөлден, яғни плюс бар жерлер керек мына жер. Так, біріншісі дайын, екіншісін шығарайық енді. X квадрат минус 16 кіші немесе тең нөлден. Мында x минус 3, x плюс 3 деп сияқты жазуға болады, немесе жай ғана теңдеу болып тең 16 деп 16-ны яққа шығарып жіберіп. X тең плюс минус 4 деп мынаның астына сыза берейін бірден. Минус 4 деген сәл мына жағында орналасады. Плюс 4 деген сәл мына жағында орналасады. Та x квадраттың алды плюс сан, значит мына жағы плюс, мына жері минус, мына жағы плюс. Бізге керек кіші деп тұр. Яғни минус аралық керек. Мына жер керек. Сосын сызып көрсетсек, тура айтын болсақ, әрбір 4-тен минус 4-тен турадым, минус 3-тен турадым, мына 3-тен турадым, 4-тен турадым міне. Сонда бізде міне мына аралықта асты үсті де боялған. Және мына аралықта асты да үсті боялған. Қалған аралықтарды қараңыздар. Я асты жоқ, я үсті жоқ болып қалады. Сонда жауабы минус 4-тен 3-ке шейін. Және 3-тен, минус 3 то есть. 3-тен 4-ке шейін. Осындай жауап керек. Ол бізде А жауап екен. Келесі 16-шы есеп. Так, мынандай есеп шығарған кезде мына жүйесінің шешімі бола алатын жұптарды көрсетіңіз дейді ғой. Яғни x пен y-тердің орнына қойған кезде мәндерді 8 жауаптардың ішінен қай аралық орын алады деп ойлайсыз дейді мысалы. Так, енді мына есеп жүйені шығарған кезде жалпыны алмастыру тәсілімен бірінші теңдеуден y тауып алып, екінші орнына y қойғуда болады. Бірақ что-то ұзақ сияқты ол. Сондықтан біз тек жауаптарын қолданып көрейік. Былай істейік. Мынаны бір-біріне азайта салайын. Мынау x квадрат минус y квадрат болады. Мынау x азайтылған y болады. X азайтылған y болады. 10-дан 20 алам, минус 10 болады. Мүшелеп азайтып жатырмын, x, y-тер жойылып кетті сонда. X квадрат минус y квадрат ашайық. X минус y, x плюс y болады. Так, мына x минус y жақша алып қояйын. Мына жағы минус 10 болды. X минус y жақшын сыртына шығарайын. Сонда мына жақта x плюс y болады да, мына жер плюс 1 болады. Тең минус 10. Егер азайтсақ, осылай болады. Қоссақ бірдеңе шығар ма екен? Мына жерде азайттым ғой, егер қосып көрсек ештеңе болмайды шығар, или бола ма екен? Жақсы, бұл жерде просто жауабын қоя салайық орнына. Көп бастымыз ауыртпай қояйық. X-терін А жауабын тексеріп көрейік. Мысалы 3-тен 5-тен 3-тен 10 азайтайық. 3-тен 5 азайту 3-тен 10. Минус 3-тен 5 болады. Так, x пен y-ті қосу керек енді. 3-тен 5 пен 3-тен 10-ды қосам, 3-тен 15. Ол жайғана бізде 5 болып болады. 5-ке 1 қосамыз, сонда 6 болады. Bunu көбейтсек, явно 10 шыға ма, шықпай ма? Минус 10 шығып тұр ғой. А жауабы дұрыс. А жауабы орындалды. Келесі, В жауабын тексеріп көрейік. 3-тен 4-тен 3-тен 10 алам. 3-тен 4-тен 3-тен 10 алған кезде минус, В жауабын тексеріп атым жақсы ма?
3'тен 6 болады, е? 3'тен 6 деген ол жай ғана 2 ма сонда? Минус 2. Көбейту. Енді мына жерге қоямын. Екеуін қосам. Мынау x, мынау y. 3'тен 4-ке 3'тен 10 қосқанда 3'тен 14 болады. 3'тен 14 ге қосу 1. Так, 1 деген 3'тен 3 қой. Бұдан яғни минус 10 шықпайтын. Бөлшек сан екені көрініп тұр. Бұл жауабы келмейді. Так, келесі жауап. Минус 2 мен минус 4-ті азайтам бір-бірінен. Сонда 2 болады. С жауабын тексердім. Келесі жақшаға екеуін қосу керек. Минус 6 болады. Оған 1 қосам, минус 5 болады. С жауабын шығады екен минус 10. С деген дұрыс болады. Так, 2 мен 4 тексерсе қалай болады? 2-ден 4 алсақ минус 2. Так, одан кейін 4-ке қосам 6, 6-ға 1 қосамыз, 7 болып кетті. И жауабы келмейді екен. Бір жауабын тексеріп көрейік енді. 1/3-тен 2 деген 1/3-тен 2, так, 1/3-тен 2-ден 3. Жай бөлшекке айналдырып қояйықшы. 3-тен қанша болады мынау? 3-тен 5. Ал анау 3-тен 10 болады. 3-тен 5, 3-тен 10 деген ол. Мына біріншісі емес пе? Дәл осы ол. Енді жауап міне. 3 жауаптан артық болмайды шығар, ары қарай тексерудің қажеті жоқ онда. Ең көп 3 жауап емес пе? Жақсы, келесі көшейік. Ал хорда радиус дегендер берілген екен. Бұған кімде қандай идея бар? DC деген жанама дейді. Жақсы. DC деген VN-ге параллель дейді. Жақсы. OA деген бізде радиус екен. Ол VC-ның 2-еу дейді. VC-ның 2-еу дейді. VC сонда радиустың жартысы болып тұр ғой. Ол 8-ге тең дейді. Мына радиус 8 болса, VC 4 болып тұр, е? Түсінікті ғой? OA деген 8-ге тең міне. Ал VC 2-ге көбейтсең барып шығады дейді. Яғни 4 деген сөз ғой VC. Жақсы. Бұл жерде не ескереміз? Бізге не табу керек? 3 бұрыштың ауданын тап дейді. BNC деген 3 бұрыш. BNC. Так, мына жерге суретін салып алайық. Так, сонда бізде мына жер 4 екенін түсінікті шығар бәріне. Так, басқа ручка алайын. Мына жер бізде 4 екенін түсінікті. Так, радиус бізде 8-ге тең. Мен радиусты мына жағына салайыншы бүйтіп. Так, мына радиус пен мына хорда 290 градус болады, келсеңіздер ғой. Так, сол мынаның бәрі 8-де бұл жерде. Міне бір косокты қанша екенін біліп алсақ, алып тастайтын мына жатсы сол кезде. Идея түсінікті ғой. Так, немесе тағындай варианттар бар. Бұлай алсам, бұл да 8-де. Маған так, мұна 3 бұрыш тау көріп қойтпаш. Мен яғына сызайында. Маған V, C, мына жерде N деген бар. Осы 3 бұрыштың ауданын тау көріп. Так, мен 3 бұрышты бұлай салсам. Ол 8 болады менде. Мен анда салай берейік, тұра берсін. Так, 8. Так, мұна жер x десек, мұна жер 8 азайту x болады. Мұның бәрі 8 болу керек қонда. Так, мен x тауып алсамшы, x тауып аламында. Осы мұне бір ұзын хорда бар ғой, мұне. Осыған көбейтем, 2-ге бөлсем аудан шығайын тұр. Болады осылай істеме.
Так, мына 3 бұрышты алайық енді. Мына 4-тен азайтамын x квадрат деймін. Сол кезде мына қабырға шығады ғой. Сосын 8-ден азайтамын мынаны. Мына қабырға шығады. Так. Үлкейтіп алайын. 4-тің квадраты, яғни 16-тан азайтамын x квадрат. Сол кезде мына қабырға шығады. Мынаның квадраты шығады, то есть. Төрге алып қойын. Ол тең болады 64-тен, яғни 8-ден. Мына 3 бұрышты қарастырып отырмын енді. Мына катетті алып тастаймын. Бұл да түбірде. Екі жақта түбірде алып тастасақ, сонда 16 минус x квадрат тең 64 минус 64 минус плюс соқ кетеді 16x минус x квадрат болады. Минус x квадраттар екі жақтан жойылады. Так, сонда мына жақта 16x қалай берсін. 64-тен 64-тер жойылады. Мына жақта 16 қалады. Қызық болды оны. X тең 1 екен сонда. Мына жер 1 дейді. Мына сонда 7 болып тұр ма? Мен сөретім сәл қателік болып тұр. Неғық 1, неғық 7. Енді мына бір тауық, мына қабырғаны тауық алайық. Енді 2 қабырғасы бар ғой. Тікбұрышты 3 бұрыш ғой. 4 гипотенуза, именно 1. Азайта қоямыз ғой. 16-тан 1-ді азайта қоямыз. Сонда түбірасты 15 екен мына жағы. Мына жағы да түбірасты 15 қой енді. Сонда мына 3 бұрыштың ауданын табу үшін биіктікті көбейтемін түбірасты 15-ке, яғни 2 түбірасты 15-ке даже. Сосын 2-ке бөлемін. 2 мен 2 қысқарады, сонда түбірасты 15 шығады жауабы. Ал көрейік. Түбірасты 15 деген бізде Е жауабы екен. Келесі 18. Да, x-тер бір жаққа жинаймыз. 2x болады. Мына x мына жаққа минус болып келеді ғой. Минус 7 мына жаққа плюс 7 болып барады. Сонда 8 болады. Сонда x артық немесе тең 4-тен. Немесе 4-тен плюс 8-ке шейін. 4-ке тік жақша болады. Так, x артық деген мына жауап. 4-тен плюс 8-ке шейін деген қайда? Мына жауап міне. Болды. 2-ақ жазу ғой. Басқа артық жазу жоқ қой. 19. Так. Теңдеу мына x квадрат минус 3x деп тұр ғой мына. Минус 4. Соны ветпен ақшамды алайықшы. Так, x түрлерін тауып алайықшы. Көбейткенде минус 4 қосқанда плюс 3 шығу үшін. Бұлай ғой. Минус 4 қосқанда плюс 3. Яғни осы жазуды мен x квадрат минус 3x минус 4 дегенде x минус 4 x плюс 1 деп жазсам болады ғой. Келесі одан кейін мына бөліміндегі де солай. X квадрат плюс 3x минус 10 деген жазуды да солай. Так, вет бойынша бұлар 5 пен 2 келетін сияқты да. Көбейткенде минус 10, қосқанда минус 3 шығу үшін мына бұлай ғой. Минус 10 шығады, қоссақ минус 3 шығады. Яғни бұны біз қалай жазамыз? X плюс 5. Так, сосын x минус 2 деп жазамын. Сонда бірінші теңсіздік бойынша қысқарама деген, қысқармайды ештеңе. Сонда сала берейін сразу. Бүкіл осы 4 түбірдің бәрі 4, минус 1, минус 5, минус 2-дің бәрін бірнеге түсірем. Бір координатты түзуге, өйткені бір бөлшекте орналасқан ғой бәрі. Так, барлығын ашық нүкте қыламын. Ең кішкентай минус 5, одан кейін минус 1 бар, одан кейін 2 бар, одан кейін 4 бар. Не көріп отырсыздар ма? Алымындағы ең үлкен дәреже x квадрат ол да плюс, бөлімде ең үлкен дәреже x квадрат ол да плюс, плюс шығады. Яғни ең шеткісі мына плюс болады. Қалған алма кезек минус, плюс, минус, плюс.
бізге керек плюс аралықтар үлкендеп тұр өйткені. Мынау жауаптар болады екен. Бұл асықпаймыз. Бұл біріншісін ғана шығарғаным. Енді екіншісі. Екінші жүйенің екінші теңсіздігі. Үлкен немесе тең 0-ден. Сонда x тең 0, x тең 6. Енді соны түсірейік мына астына, дәл астына. 0 деген мына -1 мен 2-ның арасында орналасқан. 0 мына жерде. Нүктесі боялады екен. Бұл да қатаң теңсіздік. Қатаң емес. 6 4-тің мына жағында орналасады. Бұл жақта да солай. Мына жағы плюс, минус, плюс. Бізге керек плюс аралықта неға кетеді, и мына жаға кетеді. Басқа цветпен. Минус 5-те тураймын, минус 1-де турайым, 0-де кесем, 2-де кесем, 4-де кесем, 6-да кесем. 6-да кесем. Сонда бізде жауап болатын міне мына аралықтары және мына аралықтар. Бұнда жауабы минус шексіздіктен минус 5-ке шейін. Минус 1-ден 0-ге дейін. Осы мына жерде бар екен. 6-дан 6-ға тік жақша. Плюс шексіздікке шейін. Бұл қай жауап ал? Мен мысалы бұл жауабын көріп тұрмын, дұрыс па? Жақшасы бәрі келу керек ал. Шығарып тұрып, жақшадан қате жіберіп қоймайық. Бұл жауабы ғой. Ал, соңғы есеп. Көрейік. 4 бұрышты дұрыс пирамида дейді. Яғни табанында 4 бұрыш орналасқан. Дұрыс десе, яғни квадратты орналасқан деген сөз. Квадрат орналасқан. Апофемасы табан жазықтығына 60 градус бұрышпен көлбеген деген, яғни пирамиданың жақтарын айтып тұр, қалай көлбегенін. Төмендегі жауаптардың ішінен пирамиданың бүйір қыры ұзындығын тауып керек, және санымен тең болатын бүйір құрын тауып керек, яғни. Пирамиданың суретін салып қойып. Міне осындай пирамида. Бізде не биіктігі 9 деді, яғни мына жер табаны мысалға бүйтіп диагонал жүргізсеңіздер, табаны квадрат дейстеріңіздер болсын. Міне осы жерде мына жерге шейін әдемі болмай қалды. Мына жерге шейін 9 екенін түсінікті, жақсы ма? Суретін дұрыс емес екенін көріп отырсыздар, шөті қисық түсіп тұр. Яғни бұл бізде 9 биіктігі. Биіктігі ғана берілген 9 екен. Сосын бізде апофема берілген тағы да. Апофема деп тұр, бүйір жағына түскен биіктікті айтады. Бүйір жағына түскен биіктікті апофема деп айтады. Яғни 90 градус болып түседі. Ал мына жерге табанына 90 градус болып түседі. Мына жер сол 60 градус деп айтылған. Мысалы, міне былай болатын болса, мына жер 60 градус. Осыны міне салып қойықшы мына жерге. Мына үшбұрышты. Мына биіктігі 9 деп айтылған, мына жер 60 градус деп айтылған ғой. 60 градус болатын болса, мына жер міндетті түрде 30 градус қой. Ал 30 градусқа қарсы жатқан катет, яғни мына катет, ол гипотенузаның жартысына тең. Мысалы, гипотенузасы 2а болса, мынау жай ғана а болады. Түсінікті ме осы? Сол не деген сөз? Неге салып жіберейік? Пифагорға. 2а-ның квадраты ол 4а квадрат. Азайтамын а квадратты. И түбірден шығарған кезде 9 шығу керек қой, 9. Сонда 4а квадратын 3а квадрат қалады. Екі жағын квадратта жіберейік. Мына жағын квадраттаңыз түбір түсіп болады, мына жағын квадраттаңыз 81 қалады. А квадрат сонда 27. А деген 3 түбір асты 3 болып тұр. Бізге не тап деді? Бүйір қырының ұзындығын тап деді. Бүйір қырлары деп өтқанбыз, мыналарды айтады. Мен тауып тұрмын, осы тұрғанда А деген мына жерді алсақ, мына жер 3 түбір асты 3 болса, мына жер апофемасы 6 түбір асты 3. 6 түбір асты 3. Маған не керек? Егер мынау 3 түбір асты 3 болатын болса, мынаның барлығынша 6 түбір асты 3 қой. Значит, астында жатқан
квадрат бар емес пе? Соның бәрі 6 3 болмай ма? Кездестір ме? Неге? Өйткені мына жер 3 3, яғни мынау да 3 3. Мынаның бәрі осында 6 3 қосқанда. Мына жер 6 3 болса, значит мына жерде 6 3. Ал бұл табанда квадрат жатқасын, мынау да 6 3 болды ғой. Так, сонда мына 3 1 салсақ міне былай. Апофемасы 6 3. Мына 3 3, мына 3 3. 90 градус екен белгілі. Мына бүйірі құр деп бізге нан тап деп тұр ғой енді бізге. Тағы да Пифагор ғой. Не бір өшіріп берейін. 3 3 қалай тапқан түсінікті ғой. Сонда 6 3-ке 3 3-ті қосуың керек қой, бір-бірін квадраттап, жеке-жеке квадраттап. Так. 36 қанша болады? 6 3-тің квадраты керек. 36-ны 3-ке бөлу керек. Қосу керек 3 3. 3 3-тің квадраты керек. Осының бәрін түбірден шығаруым керек еще. Так, 6-ның квадраты 36, 3-тің квадраты 3. 36-ны 3-ке бөлсек 108 да, плюс 3 3-тің квадраты 27 бол. Да, сонда 108-ге 27 қоссақ қанша болады? 135 па? 135-ке байланысты айта аламыз. Так, 135-ті 5-ке бөлсек. Так, 5 көбейту 27 қоям. Ал 27-тен так 9 бар ішінде, сонда 3 түбірасты 15 болып болады. Мына жауап екен сонда. Так, жақсы, барлық сұрақты бітірдік. Аяқтап көрейік. Қаншалықты. Қате кетіп қалған ба? Елі қалай? 26 балдың 25-сін жинаппыз ғой. Олай. Мана екінші сұрағымыз ғой, қате. Естеріңізде ме, баға айттық қой. Арк синус, арк косинус деген ондай бірден жазу қалып қойған деп. Есептің берілген дұрыс болмады ғой. Сол есеп бойынша ғой. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Каналды қолдау білдіріп, лайк, комментарийді аямайық достар. Жақсы, сау болыңыздар.